Falcon 9 зымыраны интернет тарататын 60 жасанды жер серігін ғарышқа шығарды. Америка құрама штаттарының кәсіпкері Илон Масктың SpaceX жекеменшік корпорациясы әзірлеген Falcon 9 зымыран тасығышы жер орбитасына ғаламдық интернет желісін құруға арналған 60 шағын Starlink жасанды жер серігін шығарды. Бұл туралы компания Twitter әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады. Екі бөліктен тұратын Falcon 9 ақштың Канаверал мүйісіндегі ғарыш айлағынан сейсенбіге қараған түні ұшырылғаннан кейін, арада 8,5 минут өткенде зымыранның осымен 4-ші мәрте пайдаланылған бірінші бөлігі автоматты түрде Атлант мұхитының Америка құрама штаттарының оңтүстік Каролина штатына жақын тұсындағы теңіз бетіндегі Of Course, I Still Love You платформасына өздігінен қонған. Falcon 9 зымыраны Starlink жасанды жер серіктерін 290 км биіктегі жер орбитасына жеткізді. SpaceX инженерлері олардың қалай жұмыс істеп тұрғанын тексеріп болғаннан кейін, жер серіктеріндегі ионды қозғалтқыштар іске қосылып, тағы да бірталай биікке көтеріледі. Starlink жобасы аясында жасанды жер серіктерінің осымен 3-ші тобы ғарышқа шығарылды. Алғашқы 60-ы былтыр мамырдың соңында, екінші тобы қарашаның аяғында ұшырылған. SpaceX компаниясының жоспары бойынша 12,000 жасанды жер серігінен тұратын ғаламдық жүйе толық іске қосылғаннан кейін, жер шарының кез келген түкпірінен кең жолақты интернет байланысына қосылуға мүмкіндік тумақ. Жобаны жүзеге асыру үшін инвестицияның жалпы құны $10 миллиард деп бағаланған.